Базарбек, иә. Таныстырды. Иә. Қана. Таныстыр өзім, таныстыр. Бақыт мынау Әлбәкемнің баласы өзі айтып берсін. Мына телевизорға түсу керек. Ертең бәрі қарайды. Әкеміздің алғашқы баласы. Біз өзіміз 11 ағайынымыз. Алғаш. 6 ұл, 4 қыз бар. Екеуі дүниеден өтіп кетті. Ең үлкен ағам тәтем бар алдында. 78 жылы. Қалада тұрады. Одан кейін Мейрамбектер білет шығасты, жезқазғанда. Ол кісі білмеймін, естіген. 3 қыз сол Жезқазғанда, екінің осы жақтан үшеуміз. Әліптің баласы. Әліптің әкесін айт. Мұқан. Мұқан. Мінекей, енді естеріңізге түсті. Ол кісіні Былғары Мұқан дейді екен. Мінекей, сол кісіден әліптен тараған 6 ұл. Мінекей, екеуі дүниеден өтті. Так, мамасы да дүниеден өтті. Айта бер. Өмір тарихты айту керек. Ана жұрт ертең телевизордан көреді. Тағы не анда кім бар? Қалып қойған кім бар, айтса. Әкең атын айт. Кежебектің баласы. Кежебектің баласы. Қорғанбек, ал керек болса. Сосын жаңағы айтып жақындап қойдыңдар ма? Мына Төлебай екеумізге рахмет, айтқандарыңызға рахмет. Мына жақта рахмет айтатын адамдар burada мына Ғабит деген Әшекеңнің балдары жүгірді. Келіні жүгірді. Біз екеуміз атты ол. Менікі әшейін Сандалбайға. Мына Төлебайға жүгірді. Сосын Тәуірбай, Әбдібектің баласы. Сосын айтып өше, Ермек Шерінің баласы. Келінге дейін жүгіріп жатыр. Сауғы ма? Иә. Сондай. Рахметіміз соларға айтып жатырмыз біз. Міне, кел, айт. Айт. Өзің таныстыр. Таныстыр екеуің. Жоқ, айт қой. Мен өзім айт. Руым Семейде жатамыр. Нағашым Найман жаңағы. Айтып өткен шығар алдында. Сол? Нағаш Найман, қайсысы Найман? Түпі ғой енді айт. Аты кім? Қаракүл деген шешем менің. Соның баласымын. Әке, атаңның атын айт. Қорғанбек. Қорғанбекке жиен. Жиенмін. Енді кел. Кім қалды? Ja, мына жерде Берік деген біздің апамыз дүниеден өтіп кетті ғой. Ойбай, апам атын Ақбілек деген апамыз. Жиен Амангелді Еспенбет деген ағамыз болды ғой баяғыда, БКС-та. Сол кісінің баласы. Берік. Жиеннен туған жиеншар. Сосын, жаңа мен бір Берік, ен асылдақ бел. Бергел. Асылдардың атына бергелей. Жаңа мына Мүтәліптің үлкен баласы. Әубәкірдің немересі. Екеуі де. Айтшылдар аттарына. Мүтәліптің баласы 3 баламыз. Үлкені мен, Жұмаділді атым. Бөпті. Менен кейінгісі Жаслан, одан кейін Еркебұлан. 3 баламыз. Енді сен? Әубәкірдің немересі, Бақыттың баласы, Оңалбек. 4 ағайымыз, 2 ұл қыз. Екінші баласы. Үлкеннің аты? Медет, үлкен аты. Гаухар Маржан. Бақындарды айтсаңыз. Жа, мен өзім таныстырдым да, мен өзім балам бар еді. Қайта шопырға жүгіріп. Берік. Берік. Мынау Берік, мынау Ерасылдың кішкентайым. Каратес. Жаңаға, Әубәкірдің үлкені өмірзақ өтті дедік дүниеде. Одан Бекзат, Бағдат деген балдар бар. Қыздарды айтпағанда. Ал, болды енді, точка. Яққа түсе берсін де? Осы жерде әркім өзінің айтатын кісілер бар ма? Ұмытып қаласың, ананың... Жоқ па? Айтқаннан аға түсіріп жатыр ма бәрін? Түсіріп жатыр. Атамнан шыққаншы, одан шыққандарды айтылмады ғой Ал, атамның атын айта берем, кешіріңіздер. Менің атамның аты Әбжәлел. Әбжәлелден 2 бала. 2 қыз. Мұрат, Ділдәбек деген 2 ұл. Айжамал, Бибіжамал деген 2 қыз болды. Бұлардың барлығы дүниеден өтіп кетті. Менің 5 ұлым бар. 5 ұлымның осы үлкені Қайырбек міне кел. Иә.
қызмет істеп жатыр. Немерем Мадияр бұл да келді. Қалған балдарының барлығы жұмыста, келіндерінің барлығы қолдары тимей келе алмай қалды. Мына Құдайы қабыл болсын, мұраттарымыз асыл болсын, осындай жақсылықта басымыз қосыла берсін. Танысып жатырмыз, білісіп жатырмыз, қуаныштымыз. Мен Ақұдайдың қызымын. Әлім. Оның ішінде Жақайым. Сухопутный. Қазалы ғой. Осы Қызылордадан ақша жинаған кезде ата-атаға бөліп, әркім бөліп берді, өз әулетімен. Мысалы, Бақыт қасында отыр. Бұл Бақыт жинады, енді ақшаның есебін беруім керек мен. Расходын, несін бәрі, кім неше берген, мына Бақыт. Сенен бастаймын, мен дәптерді. Жоқ, сүру керек. 920 мың. Одан Борлаш көке, өзіңіз айтсаңыз, сол әрі қарай осы жұмысты әрі қарай жалғастыруға түндегі ойыңызда ма? Сіз айтыңыз. Тіректері мұнда рахмет. Мына Төребайдың, мына Сағынтайдың, мына Қабілеш, Сонағыздан Сапар да бәрі басшылық қылады. Мұнда рахмет бәріне. Ал енді не айтамыз, мынау ендігі келер алдымыздағы тірліктің бәрі мынау. Осы мынау кімде әңгіме болды? Осы жаңа ақша жинап, кімде Құдай бар, кімде той бар, соған әр елден ақша жинап бір, мысалы бәңке сағандай қорға ақша жинап, ол соны ұйымдастыру керек еді. Соны ұйымдастырсын жаңа Төребай, Сағынтай, сосын Қабілеш, сосын Сапар Сонағыздан осы төртте осы ұйымдастыруға қосыламыз. Мұнда рахмет. Шымкенттен Толықбай. Міне осылардың бәрін істегендер қалып қосыламыз. Міне қалған бөлеген тағы да. Енді осыған қосыламыз, не айтамын, жаңа істеп жатқан жұмыс жігіттер рахмет айтамын. Сонда рахмет айтамын. Басқа не айтамыз, соны жаңа қосылуға, сол ақша жинауға қосыламыз. Кімде Құдай бар, кімде той бар. Соны алып жәрдем береміз уақытында. Жетпеген жеріне жеткіземіз. Ayt deb qo'ymayapti. Aytın. Ben turmasam aytamayım. Maliyette bu türlük yaxşılıklar ko'p atar. Mana keyin dada kelib yotar. Asxonlarda kelib yotar. Yaqinda tursa yaqinda. Hali kimda ekan, ertangi bilmasa-da, "Oy, ana Chimkent desa, ya, mana жаңа aytib o'tirmiz. Yaxshi tertib xasdan, yaxshigalar boshla deb жаңа 4 odamning jazosidan o'rtog'dan kelib o'tir. O da bo'lsa yaxshilikni bir nishon deb bo'ladi. Hali endi durust kim Төребай. Bag'ana bo'lsa saylanib turdi. Onu o'zgartirish temiz yo'q. Son 4 bechev uyumdastanlar oldu. Tepeyliklerlik yok. O bite verir. Bunda koştu basta koyun. Al öyle ayda da aytsın kadar. Öyle basta koyun, sonra tahta koyun. Hala da özü bana başlar bu 4 yege olsa o tepeyliklerlik yok. Bitirvatkan yurttuk var, bitirvatkan özleri bitirvatkan yok. Sonda bereke götürmeyle aksakaldan götürüyor. Şahslar götürüyor. Biz kettik elde. Şahslarımız yaşardık, köydüğümüzü gördük, biliyoruz. Bizim o köydüğümüzü gördük diye koysun. Bakazı desteklerine karayın zaman yapanımız şahsı. Bana hocam Төребай, есептесі айтып жатыр, түнді айтып жатыр. Есептесі ажырама ажырасты істейді. Өте дұрыс әңгіме. Біреу болса біреу, ай солар кеше қалған ақша қотты ғой, жеп қойды ғой. Ай оны қойып қойды қайтын. Ана бір желік келгенде 3-4 қой сойды. Ода да есеп берді. Бір қой, екі қой қалды, біреуін азанда соямыз, біреуін не қыламыз деді.
Her nersenin desibesi boladay köpçülük ay. Ağayın. Bir saati bulat. Darbayı dönecekaydı Kudayısı buradaki dağısı. Sögünü konağa. Ay ağayın onu koy. Bizge sağıntı etti sizin akbetinizdir. Bana köp adamda kemeğe kaldı koy avuç içinde. Ne deriz? Son sütü batırıp bize beni ayıttı gay. Onu koyayım. Narbayı dönecekaydı nesibesi varsa bir jaksa demet. Sonra apar soyup. Sonra asıp Kur'an okup gittik. Aparıp soyuptur diyor. Kur'an'ımızı okup. Buna anlatacaksın var mı? Anağın bakın, bilağın bakın, zihir bakın. Bu degen öte bir dörsengim olur çıraklarım. Bu devletten istemi koymaz isteydi adam. Ondan gelir. Bırak benden tedbir adam pelesi ayıttı mı? Boğdu degeden gibi geçiyorum görüp. Kazır ana ayıttı battı, ay ana ayıttı battı koy. Özüm de bilem degeden gibi. Bunu adam da kutu batkın. Özüm bilem. Olay olmasın. Bana jaksılı jama dostlar diye koygandan keyin biri onu köpçekte içine tüdün ayttık. Biri jetip jatat, biri jetpey jatat os köpçekte os tükünün adamı. Aliyanda jağda da asılıp barıtsa bir adamın bir serinde biri onun koluna koyuldur. Jetpey jatat soğa berildir. Keyinden vaktice berip keyinden alıp bir kolga koyasandır. Mümkün 2 yılda 3 yılda bir deme Jinap soğa kosuk koyasınlar mı? Onu gelecek bilet. Zaman bilet. Adak vakt bilet. Keçe o çamal soğa barkayıp o sergecime Kudayı berip ketki arasında kaça delik koy? Talay tanıktır ötü batır. Keti batır, kalı batır, sonday olmaz. Bu esetler dürüst. Bastavat kadar başlarında dürüst. Bu ötüp tane o cinalttan göre bana öte tertipte de gömülük. Ben özüm orada da oldu koyuğa şükür. Aytım bana köpçülük. Bana bağlar kalmasak işe. Az da olsa aytım gördünüz koy. Bilgendiğinizde görgönünüzü aytsak işe. İşte bol deyip göremayınca koymaz yani. Gerek oslandı tilek çıkar. Bana kelimatkan babalarımızın ayrı çıkar. Yaban emesmiz. Ben yaban emesmiz. Mesela öz yoksam. Bu şeyden özü. Bana ülkördüklerinin ağırlam yürüp. Bugün cezidek bakan şey. Niye derse jaksı olsa, oydağıdan sen oydağıdan bitip dursa, çarvaçılık jaksı olsa adam yaman babay. Niye de yaman babay? Mene ait etmem olsa. Her vakti olsun da kızıklık. Toy olsun bunun artı. Berekeli olsun. Jaslar öyle mi kızıksız tadırsın? O düşman çok olsun. Dost köp olsun. Oylagan tiliklerin alda biteversin. Jaslarga Kuday bak versin. Ağayındır mına Bordoş ağamız, Eşkinbay ağamız, Teyze başka söyle bakan kişiler kilek jakçılık kilek vardır. Бұл әр уақыттарға жасап атқан мынау біздің Құдай садақамыз, оқытып атқан Құранымыз, бұның сауабы бұл әр уақыттарға қиямет қайымға дейін поштаны жәшігіне сақ қойған қаттай бұның сауабы сақтаулы тұрады екен. Бұл қадірлі бір ишан шейх кісінің айтқан сөзі. Сол уақытта бар таразға түседі екен бұның сауабы, тараздың басына. Сол айтқандай, бұл сауабымыз, әр уақыттарға жасап атқан сауапты істеріміз баянды болсын. Әр уақыттардың әр уақытта оң жақ, таразының оң жағына түссін дейміз, деп тілейміз Алладан. Енді менің айтайын деген Борекин Шамалына Бордош ағамыз сәл бір нәрсені жеткізбей кетті, басын бастап аяғы, ең аяғында кішкентай нәрсені жеткізбей кетті. Ағайындар, бәріміз бір әкенің баласындай, бір атадан туған ұлдай болып. Бір ауыздан бір мәмілеге келсек, ол мәмілеміз айтып отқан қор. Қордың біз ай салып тұрамыз ба, беріп тұрамыз ба, мысалы берсек, неше мыңнан беріп тұрамыз, осыған бәтуаға келсек. Бұл қорға жиналған ақшаны, жаңа айтылды ғой, Шиелден Қабілеш, Сунағатадан Сапар, қаладан кім Төребай, Шымкенттен кім Толықбай,
Осы кісілерге беріп тұрамыз ғой. Ай береміз бе, жоқ? Әлгі квартал сайын береміз бе дегенде яқса бір батуаға келсек. Иә. Төртеуімен келіскенде төртеуінің түгел емес қой, біреу кетіп қалды ғой адам. Кеткен жоқ па? Осында жүрмі? Хорошо. Мақұл, жақсы ағайындар, мынау істеп жатқан істеріңіз баянды болсын. Әр уақытта, әр уақыттарға тие берсін. Келем осында қызықшылық, жақсылықта басымыз құрада берсін. Жағымыз түспей жамандық көрмейік. Амин. Бұл ақша жинағанда өте нашар. Бұл жерде Қызылордада мысалы 120 деп есептедік, артына есептесек 130-дай бар екен. Соның 4-тен бірақ берді. Осы жерде кейбір ағайындар осы келмейміз деп отказ берді. Ол енді дұрыс емес енді. Мына өз басымызға, өзіміздің енді келешекте бірлігімізге ол негізі өте дұрыс нәрсе емес. Келешекте бір адамда осы атсалысып, бұның мысалы біз не үшін керек бұл? Ағайынның бәрі осы келешекте балдардың бәрі бірлік үшін. Кейбір кісілер бар мысалы ешкіммен араласпайтын. Кім екенін де білмейді. Тойын мысалы сұрасақ білмейміз. Ол өздерінің араласпағандықтан, мысалы ағайынға келмегендіктен, бармағандықтан, бермегендіктен мысалы ешкім білмейді оны. Ол келешекте мысалы бәріміз араласып тұрайық. Мейлі қосылмаған адам қосылмай-ақ қойсын. Бірақ осы қалған ағайында мысалы өз жердің өзінде де бірталай атаның балдары келіп отыр ғой келешекте. Қор бола ма, басқа бола ма, мысалы қалған ақшаны тағы депозитке саламыз ба, келісіп, осы жерде ағайындармен, үлкен ақсақалдармен келісіп отырып, ар жағын тағы ойласа берерміз. Бірақ енді өте нашар мына жиналыс. 2007 жыл келген кезде бұдан көп келген. 250 адам келген. Бір жолы ондай адам жоқ. Енді осы жол жиналмаса біз ойладық, бұдан кейін осы жиналмайды. Бітті деп. Ол действительно жиналмайды ол. Күштеп, мысалы сөйтіп әкелдік. Осы әр әулетте бір-бір азаматтан мысалы Бақытты, Ғабитті, Ермекті, Құлмағанбетті, Әлиясқарды әр әулеттен үйіндегі адамына шейін мысалы бөлініп шыққан түгел есебі шығады Қызылордадан. Содан кім келді, кім берді, кім қанша берді, бәрі жазылып тұр. Бірақ келешекте мұндай болмау керек мынау ағайындар. Ағайындарға айтыңыздар. Бұны мысалы жинағанда біз еріккеннен жұмыс жоқ, бір басқа бір оймен емес мысалы. Мен өз басыма мысалы, оның жаңағы өз тірлігімде жетеді, басқасы да жетеді, бірақ енді осы ағайындар бірлік, осы бірге болып, танысып, білсіз екен деген кеше 97 жылдан бастап мысалы ұйымдастырдық. 97 жылы, 1997 жылы ең бірінші рет. Ол кезде де мысалы ең бірінші рет осы жерге жиналып келдік. Оның өзінде қандай болды? Одан кейін кеше 2007 жылы келдік. Ол кезде одан да көп келді. Алматыдан келді, ол кезде жаңағы Нарбаяға әкеміздің баласы келді. Сол кезде мысалы Шымкенттегі мына ағайындар келді. Ең бірінші рет танысып. Қазір мысалы туысқандай барсаң төредей күтіп алады. 20 үйі бар, малын сояды, шығарып салады. Ешқандай ештеңе жоқ. Кейбір осы жерді білмейтін ағайындар айтады, Шымкентке барғанда гостиницаға жатамын дейді. Гостиницаға жатады, конечно. Ешкіммен таныспаса, келмесе, жаңа 5 мың, 10 мың теңгесі қимаса, гостиницада жатып жүре береді онда. 20 мың келеді. Келешекте бұл болмау керек ағайындар. Айтыңыздар ағайындарға, туысқандарға, келмегендерге. Гостиницаға бармасын, ақтасқа барсын деңдер. Сәке. Бізге сол берген жаңағы садақамыз есебі. Садақа. Сосын одан қалды ең бірінші жаңағы өлі риза болмай тірі баймайды деген қазақта әңгіме бар. Ал енді сол өліге біз тағзым жасап жатырмыз. Ол бөтен емес, өзіміздің ата-бабаларымыз, әке-шешелеріміз дегендей. Одан кейін енді екінші бір мәселе бұл жерде жаңағы ағайынның мына татулығы, бірін-бірін тануы, білуі, әсіресе жастардың. Өйткені бұл біз қатары біздің жасымыздағы кісілер енді 1,5 болмаса мына жастар жағын онша біле бермейміз. Бірақ основной үлкен жаңағы соларды танимыз, білеміз. Ал енді жастар жағын онша білмейміз. Жастар тем более бір-бірін білмейді. Сондықтан осыны ұйымдастырып, осылай жасайық деп қайшылы жаңа айтылып жатыр ғой. 2007-де келдік, одан кейін мынау 14-те келіп жатырмыз, 7 жылдан кейін. Бұл енді ұйымдастыру жағы осы Сағынтай мен Төребай,
осы жігіттердің арқасы. Енді біз қабдеш ол шиелден маған енді әрқайсысын енді ауыл-ауылға бөліп берді ғой. Аяқтан толықпай жаңағы кім ол енді жинаушымыз біз. Әркімді жаңа айтып жатыр ғой, анау тіпті әулет-әулетке бөліп бердік. Ана иә, бөліп бердік. Сол айтқандай бұл шынында да жаңағы кеше біреулер ой мен өзім бармаймын. Ол қаяқтан оған мен бермейін дегенге барады, шынын айтқанда. Ал енді ол бермесе оның да осы ата-бабасы ғой. Өзі келемаса келемасын. Бірақ ананы берсе, сол оның да атасына тиеді. Осы оқылып атырған, иә. Енді келемайтын жағдай болса, енді келемайды. Лажы болса келген жақсы. Келіп баласын жіберсін, өзі келсін. Келіншегін жіберсін, әйтеуір келіп жаңа танысып білісіп кетсе, осындай әңгімелерді естіп. Осы мынау Сағынтай менен Төребайға көп-көп рахмет айналайын. Одан қалды мына жерде осы бүгін кешеден бері жұмыс істеп жатырған келіндер бар, балдар бар, қызмет істеп жатырған. Жаңағы мынандай жерде тұрып, мынау желдің өтінде құлмекен құлдалада дегендей, осы тірліктің бәрін істеп жатырған сіздерге мыңда бір рахмет. Мынау бала-шағаларыңыздың қызығын көріңіздер. Ұлдарыңыз өсе берсін, қыздарыңыз құтты жеріне қона берсін. Өбірлі-шөбірлі болсын. Ал енді жаңағы айтылып жатыр ғой, енді келешекте жаңағы осындай қол құрсын. Шында да ол енді біздің Түкеде баймағымен басқа жерлерде, басқа бір руларда бар осы нәрсе. Жаңағыдай біздің мынау Жаңақорған ауданында Судақ Қожа деген ағайындар бар. Олар да жаңағы өздері сол бір қанша болады енді ағайындар өздері келсе дегенде жаңағы бәлем мың. 1 миллион тұра ма, 1,5 миллион тұра ма, енді бұл ел болғаннан кейін елдің ішінде жаңағы 1,5 бір жағдайлар болып қалады ғой. Біреулердің шын мәнісінде жаңағы күші келмей қалады. Аяқ астынан таба алмай қалады ғой. Өлім мысалы үшін айтып келмейді. Ұл мен қыз жаңағы ол сенің жағдайыңа басқаға қарамайды. Қыз кетіп қалады, ол келіншек алып келеді. Ал енді кімден іздейсің? Анаған барасын жоқ дейді, мынаған барасын жоқ дейді. Тіпті сондай жағдайларда жаңағы қорға барбай, мен осындай балам сөйтіп қалып еді. Мен ертең бәлендей сұрақты тауып берем. Тауып қайтадан орнына қойып, маған береді. Десе береді ғой. Жаңағы қорда тұрған ақша болса беріледі. Сондықтан осындай мәселелер бар басқа руларда. Ал енді жаңағы қор деп жатырған жағдай соның мәселесі. Енді біреу жаңағы бір дайындалып отырмайды, басқа қылмайды. Бір аяқ астынан кетіп қалатын жағдай болады. Сол кезде ол керек дүние, көмек қойылды, көмек, қор. Бір банкіден алған кредит сияқты. Оның ана жаңағы проценті жоқ, басқасы жоқ. Ертең барады да өзінің орнына сол күйші қоя салады. Бірақ оны обязательно қою керек. Алдағы уақытта мынау осы ауызбіршілігіміз бір болсын, аман болайық ағайындар. Тек осындайда жаңағы әйтеуір осы жаңағы айтылып жатыр ғой, жігіттерді сайлап жатырмыз. Сол жігіттер айтқан кезде оны жаңағы құлақ асты қылмай, соны шырылдата бермей, соған атсалысып бәрімізді солай болайық. Мынау әсіресе келіндерге байланысты. Келіндер бар, елде қыздар бар дегенде осы кісілер асынан ұйытқы болу керек. Мен өзім мысалға кемпірім бер десе берем. Сапараға дұрыс айтып отыр. Бұл қор деген былайша. Қорды алып бір жетім жесірге беріп, ол қайтарымсыз емес. Ол адам алғаннан кейін 1 жылдан кейін бола ма, 2 жылдан кейін барып, ана ақшаны қайтып беру керек орнына. Burada только оның проценті өспейді, только уақытына алады. Мысалы 200 мың алама, 2 жылдан кейін давай 2 жылға шейін қайтып көке. Өйткені жағдай баласы бәрі жұмыс істейтін болса, мысалы аяқ астынан біреудің баласы үйленді. Я болса бір жаман айтпай жақсы жоқ. Бұрадан алады да қайтадан орнына қойып қояды. Жаңағы бірден қорды біреу алып, қалтасын салып алып болды. Мен бермеймін деген нәрсе емес қор деген. Енді банкіден алсаң, жаңағы 25-32%-ке аласыз ғой. Өсіммен. Burada ағайынның қоры өсімсіз. Жаңағы 200-500 мың алсаң, 500 мың қайтарып бересің. Сол сияқты ғой. Енді мына үлкен кісілер кеше біз бірге болғанбыз. Бірге ақылдасып осы мәселені бәрін көтеріп, алдарына қойғанбыз бұл кісілерді.
Енді бұл кісілер айтты, өздерің басқарыңдар, біз сайлап берейік, ағайындап қоштасақ, сол кісілердің айтқанын болашақта істейтін болайық деп. Соның біреуі жаңағы мынау Сапар ағамыз, Судағата регионын бәрі ұйымдастыратын осы кісі болады. Одан кейін Толықбай. Мына Толықбай мына тұрса сені тани бермейді осы енді. Мынау Шымкентте мына Толықбай ініміз. Сол Шымкенттің өзінде тұрады. Сояқтан біраз 30 шақты түк ағайындар бар. Сол тұратын ауылда. Соның бәрін ұйымдастырып осы кісінің мойнына деп нағылып жатырмын. Одан мына Қызылорданы Төребай. Енді Төребай ұйымдастырма кім ұйымдастырады осы жаққа нағылып жатыр. Ол Сәкеңді соға әрмен қыстырып жүрді, Сәкеңді қосып жүргені. Жоқ, Төлебайдың сайлағандарын дұрыс. Қасына Құлмағамбет бір жігітті сайландар. Қызылордада көп үй тұрады. Енді көмекші қылып. Қосыңыздар, онда тұрған ештеңе жоқ. Қызылордаға болғанда кешегі әр әулетті алған баланың бәрі соған мүше. Онда дұрыс. Ермек те бар. Ғабит те бар. Ғабит те бар, Бақыт та бар, Әлиасқар да бар, Құлмағамбет те бар. Дұрыс. Енді оны өздерің, сен өзің комитет өзің құрып алайық. Біз құрып бермейміз. Біз өзімізді комитет. Ертең үлкейіп атсақ, балдарымызды оқытсақ, өшіре алмай жүрген балдарымызды өшірсек, қазір бәрі ақшаға тіреліп қалды. Сол мәселені былтыр көтергенбіз. Енді жаңа не шешкендеріңізді мен ести алмай қалдым. Әлде де сол жалғасын тапса деп ойлаймын. Бәріміз осы бір бастан, бір жағадан бас шығарып, бір жеңнен қол шығарып, бәріміз ұйымдасып. Біз енді өзіміз былтыр 2000-нан жинадық. Қорларында қанша бар еді қазір? Қазір 100 000-нің үстінде ақша бар қазір. Қордың спискісі бар. 5-6 ай жинаған ғой. 5-6 ай жинадық. 10 шақтағы адам ғой. Сол енді, ол енді әр қарай жалғасын тапса жақсы. Бізге қосыласыңдар ма, қосылмайсыңдар ма? Жоқ, біз сіздер не айтқандарыңызды білмеймін. Біз бүкіл түкінің басын қосу біздің мақсатымыз. Ал нағыл дейміз, мынау осы қай жерге барсаң да, осы Найман ағайындар болсын, басқа ағайындар болсын, барлығы ата-бабаларын іздеп, осындай ас беріп, Құран оқытып, игі істер істелініп жатыр. Біз де солардан кембіз бе деп мынау бабаларымыздың басына келіп жатырмыз. Бәріміздің де осы тілегімізді Алла қабыл етсін. Екінші жағынан мынау білмейтін ағайындар, алыстағы ағайындар келіп жатыр. Олармен танысып жатырмыз, білісіп жатырмыз. Оның өзі үлкен жетістік. Ертең келешек бір жерде кездесіп қалғанда, мынау қайда көрдім деп тұрмайды әйтеуір. Енді түгі көкем айтып жатыр ғой, 500 үйге жетті деп. 500 үйге жетсек те сол әлі бір-бірімізді дұрыс танымай жүрміз. Осы былтыр ғана Шиеліде Әшім әкемнің бір баласы Ниязбек деген көкеміз келін түсіріп, Қабілетші көкемізбен екеуі бірін-бірін танымай қапты сұруда. Бұл енді бәріміз айналдырған азғандай түкіміз. Сол енді ағайынның бір-біріне жақын араласпағанынан, алыста тұратынынан деп ойлаймын мен өзім. Сол енді осы бас қосуларымыз ағайынды бір-біріне жақындатып, танымағандарды таныстырып, білістіріп, әр қарай жалғасын таба берсе деп ойлаймын. Енді нағыл дейміз, бәріміздің тек қана жақсылықта кездесейік, тойда кездесейік, қайда жүрсек те бір-бірімізді ұмытпайық енді. Бауыр екеніміз, бәріміз бір адамнан тарағанымыз, бір адамның ұрпағы екеніміздің бесенеден белгілі ғой, енді бәріміз бір адамның баласымыз. Осындай көбейгенімізге Аллаға шүкіршілік етейік. Деніміз сау болсын. Енді неше жылда қосылатын болдық, соны айтып қояйық енді осы жерде. Бәтуа қылайық. Сол 2007-тен бергі қаншама көкелеріміз, қаншама бауырларымыз о дүниеге көп кетіп қалды. Осы бұл күнге жете алмай кетті. Ал енді жиі бас қосып, жиі бір-бірімізді балдарды таныстырып, білістіріп,
жүре берсек әрі қарай жалғасын табады ғой деп ойлаймын осы. Отбасыларыңызда тек қана қуаныш болсын, жақсылық болсын, соның куәгері болып жүре берейік. Алдада осындай бас қоса керек деп мен өзім Әділдің баласымын. Есім Айтмұрат. Тоғызбайдың есіміз. Әулеті. Бөліп кетсесен бастырау бәрін қайтарып. Бөліп кетсесен бәрін қайтарып. Ал не дейміз, мынау алдағы тіршіліктерімізге осындай қуанышта бола берсін дейміз. Мынау Қыдыр ағамыз келе алмады бүгін, білмеймін, тіршіліктер болды. Бізде Кембайдың балдары келмеді. Мен сосын Базекең бар, Тәуірбай, үшеуміз Тоғызбайдың әулетінен келіп отырған. Сол тіршіліктеріміз алда жиі кездесе берейік дейміз. Мен жаңа айттым ғой, мен Мәнтайдың баласы Әлияк бармын. Тағы естеріңізге салайын. Қалабай, Әлібек, Әлібектен Әбілқайыр, Мәнтай. Әбілқайырдан Тыныштық, Ешімбай, Роза, Шейелде білесіздер ғой? Оның інісінің баласы мен үлкен Әлияк бар. Өзім 7 ағайындымын. 3 қыз 7 баламыз, 10 ағайындымын дегенім ғой. Соның Құдайға шүкір 9 бармыз. Өзімнен, кіндігімнен, иншалла 5 бала бар. 2-і үйде оқиды, 3-і тұрмыста. Мен айтайын дегенім, енді мынау елде көпшілік айтып алды. Бағанасы тұрып айнамайды, үлкендер айтты, мына Қабілешек айтып жатыр. Бұл кісілер айтқан осылай елдің халықтың қамы деп ойлаймын өзім. Шынына келгенде, іштей қуанып отырмын. Бұл кісілер осылай ұйытқы болмаса, бұлдай тірлік болмас еді. Бұл елден соң азаматтар шығу керек, қай заман, қай кезде де. Біз соны қоштамасақ, біздің халықтығымызға бауырымызға сын болады, біз қоштауымыз керек. Енді бұл кісілер жаңағы қор деген мәселесі мен қосылам іштей. Пейіліммен. Неге десеңіз, бұл көпшілік қамын ойлап отыр бұл кісілер. Бізді бәріміз бір атаның баласы, өзі өні бар, біз шынымен кімнен келміз? Бәрінің бір намыс болу керек, бірлік ауызбірлік болу керек. Енді бұл кісі айтып ал, айына 2000 адам басынан деп. Үй басына? Жоқ, ай сайын үй басына енді. Оған да шүкір, мен өзім басым қоп деймін. Енді оны кейбіреулер қоштамауы мүмкін. 1000 теңге бөліп, бар адам 5000 бөлу мүмкін енді. Көпшілік қой енді, оны пәлендеуге болмайды енді. Бірақ өзім 2000 теңгеге тұрамын, қоштаймын. Ағай сіздерді қоштағы соң іштей шақырамын. Енді біздің енді Алла тағала әркім өзі бақыт береді, өшір өмір, байлық береді. Şimdi қарап отырсаңыз біз түкеде бізден бір той болса, миллион лақ болса, бір кәсіпкер азаматтар жоқтар арамызда иншалла. Келешек болады жоқ, үстіп демеп жүрсек, біз ұрпағымыз өсіп көгеріп көктеп кетер. Мен айтайын деген осы ағайындар қуанамын, қосылайық. Үстіп әр уақытта бас қосып, ата-бабамыз үстіп бағыштап тұрайық. Оғанда бәті оғыластар үлкендер, 2 жылда ма, 3 жылда қосыламыз ба. Әңгіме қысқасы мен сіздерге қосыламын, болды. Сіздер қосылуға шақырамын, осындай қуанышқа. Кім біледі, осы жерде гүл-гүл жайнап тұрар ма еді? Бір сондай заман болар ма еді? Әйтпесе ел асып кетер ме еді, тау асып. Соның несін біреу арқып өтіп, біреу бергі өтіп, мінекей жиналып жатыр, бастарын қосып, танысып, білісіп жатыр. Дұға жасап жатыр, Алла қабыл етсін ниеттеріңізді. Жаңа қорғылған дұрыс негізі. Мен де қосылам Әлекбардың сөзіне, нағашымға. Қор болу керек мына заманда, неше түрлі жағдайлар болып жатады. Заманның ағымы соған келетір өзі. Не айтамыз басқа? Біз де тілектеспіз, жиендер атымап, жиен бөліме берейін енді, шәрбелеп бар. Ал енді мынау игі іс шараларыңыз қабыл болсын. Өте мынау бағана Төкең айтып жатыр ғой. Осы елді, осы әулеттің бәрін басын қосып таныстырып, бірлікке, тірлікке шақыратын іс-шара үйренетін де, алатын да жерлері көп сіздерден. Сондықтан да осы игі шараға шақырып, өзім туған нағашыма рахмет айтамын. Осыған кел, көр, біл, сен де аралас деп Сағындық көкеме. Біз өзім Найманның ішінде Құтанмын, Сұлтанның баласымын, Әбдірманның жиенімін. Бізде де қор бар, сол қордан ақшасын мен өзім шындайым Құтан әулетінде. Жаңағы айтып жатқан істеріңізде өте көңілге қонарлық нәрсе. Сондықтан да мен де соған сіздерді құттаймын, шақырамын. Бізде 2-3 жыл болды қазір қордың
барына жақсы көмектесіп, аяқ асты болған жағдайға тойға сондай көмек беріп тұрамыз 100 мың 200 мыңнан. Сондай жағдай. Қабыл болсын ниеттеріңіз. Біз сол кезде жинағымыз келген. Одан үшінде отқан дұрыс. Осында бір отырыста, қол жинау керек адамдар жоқ болған жоқ, сол балдар естіпті, мына анау жауаға. Сайлаудың баласының аты кім? Күйеу бала. Дәкен бар, басқасы бар, енді ол басқарып жүр, міне қор жинап жатыр. Бірақ сендердікі әлек беріп 500 болды, сосын 1000 болды ма? Сөйтіп бұлар 500-ден жинады. Бірақ ана әр жинағанда бұлар былай істеді. 10 адамнан бөліп алған, осында кездескенде, адамыңды әкел, анауыңды әкел деп дүңкілдеп тұрады анаған. Анаған тамақ жегізбейді, мынандай жерде. Ол бір кезде қой өткені. Ол сөйтіп тұрады. Мұның өзі қолың өте қиын. Квартал сайын мәслихат жасайды. Сосын мыналардың қиын екенін өзі ашып айтар. Сосын мен бұлардан сұрақ, бұл жерде адам көңіліне сұрақ еді, жаңағы 100 мың 200 мың лақтыра саласың ғой, ол бері оңай, соны қалай қайтарады мәселе. Оның жағдайы келе ме? Білдің ба? Мінекей, сондай әңгімені ойлау керек. Қорды міне, 2000-нан, тұратыңдар, 2000-нан егер жинасаң, 200 отбасы екен. Ол бағана 500 адамына деп атымыз ғой, оны өтірік айтпау керек, шынды айту керек. 200 отбасынан 2000-нан бір айда 400 болады. 6 ай жинағанда 2,5 миллион дұрыс, жина 5 миллион қыл. Бірақ берген кезде, что ответ, мен мысалға Талғатқа берем, Талғат бермесе басың кесіп болмаймын ба? Жоқ, сондайды айту керек. Осыларда шешіп алу керек. Сосын қолақпандағы бермеу керек. Аз-аздап беріп, ойланып беру керек. Ол көптің ақшасы. Сосын жаңа 200 дедім ғой, 200-ден сендерге өтірік маған 100 адам кіреді. 100 адам кіреді, 2 миллион болғанда да жаңағы 2,5 миллион болмайды, 1 миллион 200 болады, 6 айда. Бір жылда 2,5 миллион болады, ол аз ақша емес. Анау мынауны көтеріп тастайды. Жоқ, мен 100-і кірмеген деді. Жаңағы бағана Халердің айтты ғой. Өздері қызығып ертең кіретін болады деп. Онысы рас. Онысы өте орынды. Қызығады ертең кірмегенде. Енді жаңа 200 үйдің бәрі береді деп ол өтірік айтуға болмайды. Шын айтатын болсаңдар 100 үй береді, мен сендерге айтайын. 100 үй. Бірақ аймай ол жаңағы Светтің ақшасын төлегендей қып, аймай айтпесе қиып кетеді ғой анау. Тап сондай қыл. Жоқ, оны конкретно айту керек. Соны төлеуің керек, ішпесең де жемесең де, кіргеннен кейін. Ол өзіңе өте пайдалы, жаңа Алиясқа айтты ғой. Сосын Алиясқа бір сұрақ, Алияқ бар. Енді ана өзінің 5-6 інісін жинайды, тағы да мынақта 5-6 адам беріп, 10 адамды бекітіп қою керек. Сөйтіп істемесең болмайды. О, жинайық, келсейік деп бұнарды аулауақ көрдік кетіп қалғаннан болмайды. Соны шешіп алыңдар, ақыры қарап отырсыңдар. 12 бірсіз ұйықтамайсыңдар, 2-де ұйықтайсыңдар. Bir qатын жоқ, өзім салып, өзім пісіріп отырмын азаннан бері. Көбігі тарқағанша шай қап тұрсын ғой. Бәрі шай ішіп отты ғой, шықпай отты, қамыр жүрміз. Табаға келіңдер, балдар деп қоям. Неше күннен бері жинап салдым. Өте түсіп қаласың. Өткендер күшті болып түсіпсіңдер ғой. Өткендегі неде? Сүйікті енді күй баланың арқасында әлемді сүйікті. Ерғали, Ерғали бұнда кет.
Bir meşke koyup da amanat Közde kaytı bakıp sırgan otel golga koydu degan söz var. Otel gol bolsa olsun işte. O sağata da Sıra veremiz orada o yerde o sağata da Sıra. Ütkene çayla ketpetkendi tuata koy ne kılat. Sosta oya kapamaydı da hakikatga oraydı ekan da. Bolmasa baylar bolsa bungar oraydı ekan. Tek hava girmeydi. Sadananın meşte keçegide küpözün içine koydu ekan amanat. Kaytıda kızı alıp gelip sarga kep koydu ekan. Onda benim bağlam gözü oldu. Ol bozulmaydı ekan. Soğusun buna ak kız. Soğan oraya kadar hava girmeydi ekan. Daktaydı oraya. Aman yok koy. Aman yok koy. Kanca kıstavdaydı. Gel gözdeydi. Bunu yedi buna var. Ayağı okutmuşuz. Aliyede kıstavda gecege bağda. Dedik tutup dedik çiçek. Abaydan kurmaydı ki balat değil. Kaşak artık Bunun tabılmayan kana. Kunum tabılmayan kana. Batkanın tabılmayan kana. Burunku ata gelip kağam koymana. Satır koy, satır koy. Soğukan. Şart soğuktağın odam mı yedi o kağan. Odaki Özbekistan'da hayır mı sürdü? Bana Kırgızistan, Oş Obalı'nın arcağında Oş Obalı'nın arcağında Afganistan'ın yolunda Mağat diyor ben bidaytasıyız Kunguremize balgın Mağaz kayıtsın Özü bir yılday bu ödü otasıqandan Ağabeyim bana oldu Öt Əbəklər altına pay Qalğan yetimleri sol ligi vakfı Tankakka atam bolsa da Kurban qatı olsa bizde Övbekir, Tankak, Pasqa, Bər Sol Abdülmemmin'in altına payını kolunda Xudoy oğlasa da uliye qodardı tatarqa berekeli bolsun. Öyle göl iman versin, dergede sağlık baylık versin. Ya alda olsun adamlarga qutuq adam bol. Her vaqtda amanlık bilen, her vaqtda den sağlık bilen, abroy bilen baxtı keces turayıq. Ayaqda qoy onun bari. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفثات في العقد ومن شر الحاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Elhamdülillah. İşkence genden savun, okvatma Kur'an'ın savun. Berbatqa sadakanın savun, olsa kelip atak koygan öşerdeki babalarımızın arvağına tiye versin. Şakkat yerleri cenneti olsun, topraklar tolka olsun. Mıda olsun, artta kalgaman nemere, çöpçe bala şakalarını Allah ömür versin, avroy versin, bak versin. Beleceleden saklasın, olsa her vakti ağız başımız arta versin, kolay avroy bire versin. Şirgon yerimizde, turgan yerimizde Allah Teala berekesin ver. Her vakti avroy versin. Biraz kaptesin herkesime Beksmak ağamının şeyttik, Şeydan'daki Tacikistan yıkıyor. Sonda kaldı o ya. Kıyırma görüyorsun, bugün ne diyor konasın. Yedi. Yedi. Anada paket var mı? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah'ım özüne gana sansız şükürler olsun, özüne gana sansız maqtovlar olsun. Allah'ım osu oqilgan Qur'on oyatlarimiz kemchiliklarmen o'z dargohing qabul etib o'rgin. Allah'ım osu oqilgan Qur'onimizning savoblarini umrdan o'tgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning avliyalariga bag'ishlaydi. Umrdan o'tgan tukku bobomizning odan taragan barcha umrdan o'tgan ata bobolarimizning, aji apalarimizning barcha tuğuskan bavlarını ruhlarına bag'ishladi. Allah'ım osu aşıp oturgan alahanlarımıza qilgan dualarımızın savoblarini osu umrdan o'tgan babalarning ruhlarına o'zing qabul etib o'rgin. Biz bilmaysiz gunohlarini kechirib, mag'firat etib, jatgan yerlerini jaylatib, to'proqlarini jengillatib,
Tozақтың отынан, қабірдің азабынан сақтап, өз рахматыңа ала көргін, Аллахым. Қалғандарымызға сабыр бере көргін, күш қанағат бере көргін, бірлік бере көргін, Аллахым. Істеп атқан тірліктерімізді хайырлы, берекелі қыла көргін, Аллахым. Осыншалы басымызды қостың, ары қарайда басымызды қосып, сапымызды кеңейтіріп, иншаллах Юсуп көп Құран хатымдарында қатынасып, өзіңді еске алып, осы бабаларымыздың арттарымыздан дуа жасап, осы бабаларымыздың артынан кешірім сұрап, Юсуп алақандарымызды ашып, дастархандарымызды жазып отыруымызды өзің насip етіп. Үйлерімізге файз бу берекет, тыныштық, хатыржамдық бере көргін. Бемарларымызға шифа бере көргін. Қиналып жүрген ағайындарымыздарға жеңілдіктер бере көргін. Аллахым баршаларымыздың ниеттерімізге жеткізіп, ақыретімізді абат қыла көргін. Роббана атина фид дуния хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан нар. Оқитындарыңыз бар ма? Оқыңыздар. Hayril mağdubi aleyhim velezzalin. La yetekellevne فمن شاء اتخذ ربه إن ما قدمت يده ويخلق تتروى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد لم يكن له كفوا أحد سبحان الله وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين işkence göndemin tavuk lokma Dervat'a sadakanın savabını özgürlüğü. O ataklığı, o babalarının arvağına tiyemesin. Bana bana artta kalkan, bana bala şaka, nemere çöbürürlerden. Az da basa köptüğü görüp, talkan da basa söktüğü görüp diyek. Babalar olsa bizim istibatkan terliğimizi kabul edip, imanların yoldaş olsun, yatkan yerlerin cenneti olsun, toprakların torkab olsun. Artta kurbakların bir şamanlık görmeyi kartaya versin, yasayı versin, öçü versin, ömür koru versin. Beledez, celedez, kavupte, katedez, yolabatan, nahane ölüne, sergelden yoluna saktasın. Urpaklar köveysin, ölsün, urpak köveysin. Allah'ım kabul et, Allah. Bu tegedeki soyca kark geldik. Birev Celal'ga, bana özü kalkınmağa yerimiz yok. Böyle Şevket Obası'nda bulduk. 36 deydi davliye buldu. 36 bana Surak ata, Tağıvılı Okşata, bari sol vakta ötüp bir katara dereke koy. Ziyara adam dereke. Aliyazı soğan Kudanın kudreti bana 10 yıl vasıda bana da Torgay deydi bu babas. 10 yıl tubacırım ayıyla. Soğan koymaydı o vaktalar katarımız. Ben kışkırda namaz okuyordum sol vakta. Soğanandayım bana da dedi işte ben söyleyip var bir gün kolay soğan kolay. Bir kolaydan sorayık sen girsen bana 10 yıl otasın ben acırak koydum. Kıyım doktor dedi o. Soğan var kom tevekkül ettim. İçine kürekten cavudayım basa. Şamalcı attık. Anında o yerde tövbe de bir mazmarın tövbesi olacak. Tevekkül torda tövbe. Ne bu dolcalı? Bir şal gelip bir yakı yıktır nasip etti. Bu oldu kolay bir yerde. Sonra kayıttık. Son yakı tuttu. Bu son kolay oldu. Adiyatı sonra etkada yak. Gelip kalıp yatırdık. Bizim babalar çekti bayttan cahaytı öttü koy. Töködögön atamızga. Al sürü tözöken. Sol yakadam cahaytı beyindeki borsuz katarasıp. Bu atlasına şoförü kaçırdan dosturuyor. Öy bana tükatan keketkedeken. Tükatan üstüne kötü koy verirsin. Sıyın saydegen diye kağın. Öt pırtkalığı babasına atır. Kulak şakkalı gereken. Safar yastık var mı? Sonday. Aliyada bugün şu anca kalık geldik. Böyle ocağımın suyu şemen yiyelim. Vallahi yobap oldu mu diye tosturaydı bana. Tegin kede göbebaydı bana. Valla bayağıda deşicilik kedik. Kudaydık şirketine geldik. Yıkkı butbastı. Ali balık babasını tetkeydi. Kara but kakcargan babası bize.
Sol aytqanda soны сұрайды деп атқан әңгіме ғой. Ектен мына жерде. Ол көрдік бірақ шаршаған. Осылай болды, осылай екен. Давлениеміз көтеріліп, дәрісіп жататын дегеннен бері дәріскен жоқпыз. Давлениеміз көтерілген жоқ. Жақсы ұқтадық. Мына жерге жете алмайтын жетіп келіп отырмыз. Иә. Ниеттері қабыл бұраттар асып болған. Олар жаңағы айтады ғой, әркім бір әруақ жағалайды. Иә. Анау яққа барады, бас анау, енді Қазақстанның барлық мешіт жаңағы бейіттері жағалайды. Ол әркім өзіңнің ата-бабаңның әруағы қолдайды. Сөздің ішінде ғой. Өз атаңның. Өзіңде күшті адам жоқ. Иә. Мен түніме ұйықтай алмайтын бұрынғыдан. Бүгін ұйықтадым. Ұйықтай әлі. Дұрыс суықтан уже қымтап жатады. Мынау деген далада. Үйде келдіңіз бе? Камада үйде ме? Жақсы. Денсаулық жақсы ма? бір күн болып кетейік онда. Мен де жақсы. Мен де қымтық болып жүрдім. Мына кім? Төреғай өзім қоймай әкеледі. Ой, бөгісі деген кемейін деген. Иә. Жарамайым дейді. Қандай жақсы. Қайдың сөзін ау. Үлкен сағат деген шешеміз қайтыс болды. Да көкем де барған жоқ, сіздің әулеттен ешкім барған жоқ. Біз өзіміз барып. Біз естіген де жоқпыз. Мынау енді сіздер көп ауырып қалдыңыздар, бармай қалдыңыздар. Содан кейін сіздерге бармаған адамға айта бермейді. Сөздің ішіне керек. Бабаның басында айтайын. Бармағасын адам қала береді. Сосын анау барады деген адам болды ондай. Сосын шығады. Менің машинамен бардық жетеуіміз. Соны барып қайта бүгінде келе алмаймыз. Ойбой, ауырып жүрім жаңағыдай. Дәрішіп отырып, кеше пәнсиядан шығып дейді. Сосын айтып, мен көкең болмаса бармай-ақ қойыңыз деді. Мен әкем қайтқанда бір құдай берем, соған кейін сорадан бұл кісілер мешітке берейік деген. Қаладағысы, ана бала шаға тегін. Дәу мешітке берейік деген ғой. Ойбай, мешітте не болады ол? Мешітке 200 адам қаланың өзі сыймай қалады ол кезде. Жарсыз далада жүреді. 2 күн жатып береді, сыймайсың. Иә. Бір 2 сағат жатады. Сонымен қойыңыз деді, ол жаққа барайық дедік. Бізге келіңіз, жаққа жарамай жатсаңыз ертеңіне қайтарсыз дедік қой. Сонымен кеше қай күні келді алдың күні. Жаттық, әңгімелестік, ертеңіне қалам демейді. Бір қарай жайымыз осын. Мәшінен қалдым. Деген емес. Жоқ, жақсы. Ол естіміз бар ғой, түкатамыз ол енді. Ал енді ода туған ең кіші Шағатай. Былай көш деп біз адам бар екен айтып отырады. Мен өзім ойлайын ғой, осы 97-тен бастап елмен бүкіл мына жақта ел жоқ қой. Апта сайын қатынайым не қылам ғой, бір құдай. Екінші осы әруақтар ғой деймін. Ешқандай бір далада қалып, мәшинам бұзылып, осы кейбіреулер енді арасында ішіп те жүрдік, Алла тағала мына әруақтар кешірсін. Бір грамм не жоқ, біреулер ішіп аударылып, сынып, сөйтіп жатты. Ой, құдай деймін, мұнараға келген кезде Құранды оқып кетем, әруақтар желеп жата береді. Білгеніңді оқып кетем ғой. Жақсы. Алладан басқа жоқ Тәңір Мұхаммед оның елшісі. Оқысаң Құран тәп-тәуір жаныңның жалғыз емшісі. Адамның бәрі жат бауыр заманның сол ғой кем тұсы. Болуы қиын хаққа құл ібіліс болса көршісі. Жер бетіндегі көп қабір пенденің алған елшісі. Құлдан не сартық, нәпсісін түгел сартық. Намазын оқып 5 уақыт иманын кәміл жейсардық. Қиямет күні құлдым деп Алланың өзі сүйсардық. Жәннатта ғұмыр кешерсің, көңліңде сонда күй шалғып. Анаңның әппақ сүтінен жұмақтың жұпар исаңғып. Алланың бары ақиқат танитын соны ілім бер. Лә иләһә деп жас ұрпақ намазбен хақтың нұрын көр. Пайғамбар салған ізбенен жаңылмай жолдан жүріңдер. Тұрағың болған жалғанда жұмағың болмас жұмыр жер. Тіршілік еткен пендеңе құлшылық етер ғұмыр бер.
жолында тарам жол болар. Біреудің тасып мерейі, біреудің бағы кем болар. Алланың олда сынағы, ойлаған соны жөн болар. Есіктен кірген басыңның алатын орны төр болар. Бесіктен шыққан басыңның баратын жері көр болар. Құранның сөзі қасиет, пайғамбар сөзі өсиет. Күдеріңді үзбе, Құдайдан көрсең де қайғы қасірет.